Не көп, мемлекеттік бағдарлама көп. Бәріне бірдей топырақ шашудан аулақпыз, тек сол жобалардың ішінде орындалмай қағаз жүзінде қалатындары да жоқ емес. Қыруар қаражат қарастырылады, бірақ жүзеге асыруға келгенде ешбір министрлік мойындарына алғысы келмейді. Әріптесім Айғаным Достанбай осындай май шелпекке айналған мемлекеттік бағдарламалардың бірнешеуін топтастырды. Бірыңғай цифрлық платформа бағдарламасын шенділердің жырлап жүргеніне 3 жылдан асты. Одан бері денсаулық сақтау саласында 3 министр ауысып үлгерді, бірақ өзгерген ештеңе жоқ. Ұмытылып бара жатқан құны 3 триллион теңгелік жобаны депутат Айбек Паяев елдің есіне түсірді. Себебі отандастарымыз осы жылдың тамызынан бастап бағдарламаның қызығын көрулері керек еді. 20 жылы тамызда дайын болады деп айтқансыздар, бірақ бүгін қазан ешқандай есеп көрмейміз. Ол бір. Екіншіден, бұған сізге дейін болған министр Цой айтып кеткен. Ол 99%-ға дайын деп. Денсаулық сақтау министрі бұл сұраққа нақты жауап берген жоқ. Өткен 2 жылға менің қатысым жоқ деп құтылды. Бағдарламаны іске қосамыз дейді, бірақ оны келесі жылдың аяғына жоспарлап отыр екен. Я не могу на этот вопрос за 2 года ответить. Я вам говорю, в этом году предусмотрены только средства на следующий год. Қыруар қаражат бөлініп, сынның астында қалған тағы бір жоба цифрлық Қазақстан бағдарламасы. Шалғайдағы ауылдарды айтпағанда, Астанадан таяқ тастам жердегі талапкер, Қажымұқан, Қараөткел елді мекендері онлайн оқу кезінде интернеттің машақатын тартқаны естеріңізде болар. Бұған қатысты министрліктің өкілі шала қазақшасы мен әйтеуір бірдеңе түсіндіргендей болды. Қазіргі уақытта 6406 елді мекеннің ішінде 1477 ауылдық елді мекендері интернетпен қамтамасыз етілмеген. Ол 23%. Қазіргі уақытта біз тағы бір жобаны дайындап жатырмыз. Айта кетейін, цифрлық Қазақстан бағдарламасына бөлінген ақшаны жымқырғандарға 8 қылмыстық іс қозғалған. Өткен 10 жылдықта қазақстандықтарды жұмыспен қамтудың бірнеше бағдарламасы қолға алынған болатын. Бір ғана еңбек бағдарламасының өзіне 5 жылда 695 миллиард теңге жұмсалған екен, бірақ олардың көбісі қағаз жүзінде іске асырылған іспеттес. Мақсатты индикаторларға толық қол жеткізілді деп алақайладық. Алайда нақты жағдай бұдан алшақ болып тұр. Ашық ақпарат көздеріндегі деректерге сүйенсек, бұл бағдарлама бойынша бүгінгі күнге дейін 175 қылмыстық іс тіркелген. Жоғарыда аталған жобалар орындалып бітпей жатып, келер жылы кезекте тағы бірнеше отыр. Алғашқы жұмыс орны, жастар тәжірибесі, ұрпақтар келісім шарты, атаулары бөлек болғанмен, мақсаты да, бағыты да бір бағдарламаға бюджеттің қаражатынан 105 миллиард теңге бөлу көзделіп отыр екен. Айғаным Достанбай, Санат Иманғали, Айбат жаңалықтар қызметі.